Мұқағали Мақатаев Сүлейменұлы. Ол 1931 жылы 9 ақпанда Алматы облысы, қазіргі Райымбек, бұрынғы Нарынқол ауданының Қарасаз ауылында дүниеге келген. Азан шақырып қойылған аты Мұхаметқали. 1948-1949 жылдары Қазму-дың филология факультетінің студенті. 1948 жылдары оқуын тастап, Шибұт ауылында ауылдық кеңестің хатшысы. 1949 жылдары көктемде Жары Лашынмен отау құрады. 1949 жылдары Советтік шекара газеті ақынның қырман басында қойшы бала Әктай деген өлеңдерін жариялады. 1950 жылдары Алматыдағы шет тілдер институтының неміс тілі факультетіне оқуға түсіп, көп ұзамай тұрмыстық жағдайына байланысты оқуын тастайды. 1954 жылдары Қарасаздың бастауыш мектебінде орыс тілі мұғалімі болып тағайындалады. Осы жылы ақынның үш өлеңі әдебиет және искусство журналында жарияланды. 1957 жылы Республикалық радионың диктор қызметін атқарады. 1960-1962 жылдары Советтік шекара газетінің бөлім меңгерушісі. 1963-1965 жылдары Мәдениет және тұрмыс журналында жұмыс істейді. Қазақтың ақиық ақыны Мұқағали Мақатаев 1976 жылдың 27 наурызында Алматыда дүниеден өткен.